Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында тұңғыш рет Мәңгілік Ел деп аталатын отандық тарихтағы мүлдем жаңа тұжырымдаманы баяндап негіздеді. Мәңгілік елдің төртінші негізі инновациялар негізіндегі орнықты экономикалық өсу. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан айтарлықтай экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізді. Қарқынды өсу құрылымдық реформаларды жүргізуге байланысты. Қазіргі әлемдік экономикада жаһандық экономикалық бәсекелестік күшейе түсуде. Осыны ескере отырып, индустриялық инновациялық даму келешекте мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып қала береді. Қазақстанда 2010 жылдан бастап кезең-кезеңімен жаңа индустриялық саясат іске асырылуда. Үдемелі индустриялық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Елді индустрияландыру картасы әзірленді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 100 абсолютті инновацияны іздеу жөнінде міндет қойды. Жыл сайын индустрияландыру күніне орай индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде жаңа жобаларды іске асырудың қорытындылары мен таныстырылымы шығарылады. Индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жоспарына сәйкес ол бірнеше кезеңнен тұрады. 2010 және 2014 жылдардың бірінші 5 жылдығы 770 жаңа жобаны іске асырумен аяқталды. 75 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Қарағанды облысында бағдарламаны іске асырудың бірінші 5 жылдығында индустрияландыру картасы аясында 4600 жұмыс орнын құрумен 58 жаңа кәсіпорын іске қосылды және жұмыс істеуде. Облыстың барлық 18 өңірі индустрияландыру картасына қатысуда. Екінші 5 жылдық жылдары Қазақстан Республикасында 500-ден астам жаңа өнеркәсіптік жоба пайдалануға берілді. Соның ішінде ArcelorMittal Temirtau нөмірі 4-ші домна пеші жаңартылды. Ал 2016 жылы тау-кен өндірісі үшін стандартты емес жабдықтарды жеткізуші болып табылатын Temirtau іңкәр-1 кәсіпорны өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын номинациясы бойынша Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығының республикалық конкурсының жеңімпазы атанды. 2017 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына жолдауында экономикалық өсудің жаңа моделін құру қажет. Біз цифрлық технологияларды қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз деп атап өтілді. Цифрлық технологиялар Астанада өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесінде көрсетілді. Экономикалық өсудің негізгі драйверлері инновациялар мен білім орталықтары, университеттер, технологиялық және инженерлік ұйымдар болып табылады. Екі жетекші инновациялық кластерде Назарбаев университеті мен инновациялық технологиялар саябағында ерекше жұмыс жүргізуде. Университет Қазақстанның жоғары білім беруінің ұлттық брендіне және біліктілігі жоғары мамандарды даярлауға арналған. Инновациялық технологиялар саябағы бұл индустриялық инновациялық, ғылыми зерттеу және білім беру қызметінің 300-ге жуық субъектісін біріктіретін кластер. Индустриялық инновациялық дамудың үшінші 5 жылдығы 2020 жылы Қарағанды, Ақтөбе және Алматы облыстары тартылған инвестициялар бойынша көшбасшы болып табылатынын көрсетеді. Қазақстанда өңірлердің кәсіпкерлігін қолдау картасы аясында 2020 жылдың қорытындысы бойынша 18 мың жұмыс орнын құрумен 201 жоба пайдалануға берілді. Бағдарламаны іске асыру жылдарында Теміртауда шағын және орта бизнес кәсіпорындары ашылды, қайта құрылды және жаңартылды. Олардың арасында Аквина сауда маркасымен алкогольсіз сусындар өндіретін Вавилон сауда желісі, темірбетон бұйымдарын өндіретін Нордпром НС кәсіпорны, жылу оқшаулағыш материалдар өндіретін Экотерм зауыты, Ар-төбелер кәсіпорны бар. Бүгінгі таңда мемлекеттің басымдығында жаңа жобаларды іске асыру, заманауи инновациялық технологиялардың барлық талаптарын ескере отырып, кәсіпорындарды ашу және жаңарту міндеті тұр.